сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз қазақ тілі сабағының 38-ші сабақ мәтіннің тақырыбы және мәтіндегі негізгі ой дегеніміздің тақырыбымен танысатын боламыз. Сабағымыздың мақсатында біз мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймыз. 6-шы жаттығу оқы. Менің інім негіз сияқты көп білгісі келетін, сұрақты көп қоятын бала. Бүгін мені сұрақтың астына алды. Сынып деген не? Сенің сыныптастарың кімдер? Мектепте сабақ беретін кісіні кім дейді? Мен бірден жауап бере алмай тосылып қалдым. Сен қалай жауап берер едің? Әрі қарай бұл мәтінді жалғастыру үшін осы сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Сынып деген не? Сынып дегеніміз балалар, бұл барлық оқушылардың бір жерде отыратын ұжымы, білім алатын жері. Сенің сыныптастарың кімдер дейді? Менің сыныптастарым өзімнің достарым, бірге оқитын қатарластарым. Мектепте сабақ беретін кісіні кім дейді? Мектепте сабақ беретін кісіні мұғалім деп атаймыз. Астына тапсырмаларды қарай оқиғаның мәтін екенін дәлелде дейді. Себебі бұл сөйлемдер бір-бірімен рет-ретімен байланысқан болғандықтан бұл мәтін болып табылады. Мәтіннің тақырыбын анықта дегенге біздің сынып деп алуымызға болады. Тақырыбы немесе інімнің тосыннан қойылған сауалы деп қоюымызға болады. Әртүрлі нұсқада қоюға болады. Мәтінде кім туралы айтылған? Мәтінде інісі туралы айтылған, өзі туралы айтылған және оның сыныптастары, мұғалімі туралы айтылған екен. Мәтінге ат қой, жаңағы мәтінге біздің сынып деп қоюымызға болады. Тақырып дегеніміз мәтінде баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні, яғни белгілі бір мәтіннің негізгі ортақ тақырыбы болады. Яғни сол мәтінді ашып тұратын, не туралы баяндалғанын айтатын осы тақырыбы болады екен. Келесі 7-ші жаттығу оқы. Берілген сөйлемдерді мәтін құрамайтын дәлелдеп көр дейді. Бауыржан түскі үзілісте асханаға барды. Досжанның мінезі ашық және кітабын күтіп ұстайды. Ол кимелеп кезекте тұрғандардың арасына кіріп кетті. Санжар өлеңді мәнерлеп оқыды. Кезекте тұрғандар реніш білдірді. Марғұлан мектеп алдында ұзақ тұрды. Бірақ Бауыржан түк естімегендей тұра берді. Яғни бұны мәтін емес екенін дәлелдейтін болсақ, бұл сөйлемдер бір-бірімен реттілікті сақталмай байланыспай тұр. Сондықтан бұны мәтіндеп айтуымызға келмейді. Сөйлемдердің ішінен мәтін құрайтынын көшіріп жаз дейді. Яғни бұл жерде мәтінді құрайтын болсақ, Бауыржан түскі үзілісте асханаға барды. Ол кимелеп кезекте тұрғандардың арасынан кіріп кетті. Кезекте тұрғандар реніш білдірді, бірақ Бауыржан түк естімегендей тұра берді. Яғни сөйлемдердің арасынан реттілікті сақтайтын, бір-біріне байланысатын сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Тақырыбын кезек, асханадағы кезек деп қоюымызға болады. Келесі 8-ші жаттығу өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Білімді ізде еңбектен. Тақырыбы білім терең теңіз бе, білім еңбек егіз бе, рухани азығым осы екеуі теңізде, дейді атам білімді еңбекпенен сеңізде дейді. Яғни Ермахан Шайхұлының бұл өлеңі екен. Қай тармақтарда автор айтқысы келген басты пікір берілген? Бұл жерде 2-ші тармақта, яғни рухани азығым осы екеуі теңізде, білімді еңбекпенен сеңізде деген жерде бұл басты пікірді айтқысы келіп тұр. Өлеңнің аты негізгі ойды беріп тұрғанын дәлелдеп көр. Яғни бұл жерде білімді әрқашанда еңбек ету арқылы, адал еңбекпен, ізденіспен білімді таба аласың. Білім әрқашанда оңайлықпен келмейді, көп ізденісті талап етеді. Негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді көшіріп жаңағы автордың айтып отқан пікірін, яғни рухани азығым осы екеуі теңізде, білімді еңбекпенен сеңізде дегенді көшіріп жазамыз. Мәтіндегі негізгі ой автор айтқысы келген басты пікірді білдіреді. Келесі 9-ші жаттығу мәтінді оқы. Уәде қасиетті серт. Сыныптасым Гүлжан екеуміз жалғыз тұратын Майра әжеге көмектесуді ұйғардық. Үйді жинап, дүкеннен керек жарақтарын әкеліп бердік. Ол кісі бізге риза болып батасын берді. Өзімен бірге шай ішуімізді өтінді. Біз сыныптастарымызға киноға баруға уәде беріп қойғанымызды айттық. Майра әже, дұрыс қарақтарым, уәде қасиетті серт. Уәделерінде тұрсаңдар, қадірлерің артады деді. Балдырған журналынан. Мәтін тақырыбы мен негізгі ойды анықта. Мәтін тақырыбы уәде қасиетті серт. Негізгі ой уәдеде тұру екен. Әжейдің жауабын қайталап оқы. Осы жауапта 2 нақыл сөз бар, соны тауып көшіріп жаз дейді. Бұл жерде нақыл сөз уәде қасиетті серт, уәделеріңді тұрсаңдар, қадірлерің артады деген нақыл сөздер екен.